Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма жазылып, лайк басып отырыңыздар. Бүгінгі жұмысымыз AirTouch. AirTouch деген фен арқылы шашты түсіріп, сол қалған шаштарды осветление жасаймыз. Супра әдеттегідей 40 граммға 1/3 формуламенен супра дайындаймыз. Осы супраны міне феннен түсірілген шаштарды бөлек қойып, астына фольганы қойып, супраны жағамыз. Феннен түсірілген шаш боялмайды, ал бетіндегі шаш боялады. Міне. Осылай қойып алып, супраны жағамыз. Менің алдыңғы видеоларымды көрген болсаңыздар, сложное окрашивание жасаған кезде шашты 5 бөлікке бөліп аламыз. Бұда да AirTouch істеген кезде де тура солай 5 бөлікке бөліп алдым. Бірінші артынан бастадық. Артынан осылай бастаймыз. Шаштың ұшында алдыңғы осветление болған сары шаштары бар. Қара шаштарға 2 рет жағамыз да супраны, ал шаштың ұш жағына азғантай ғана жағамыз. Және ол жерде сары жерін бөлек қайырып аламыз да, одан кейін мына жағын қайырамыз. Міне осылай істесеңіздер, алдыңғы осветление боялған шаш қатты күйіп кетпейді. Осылай барлық шашты істеп шығамыз. Феннен түсірілген шашты AirTouch деп аталады. AirTouch техникасымен жасап жатырмын. Астында түсірілген шаштарды жіңішке удочкамен қысырып қойсаңыздар да болады. Қалыңғы болсаңыздар, жақсы ашылмай қалады. Сол үшін жіңішке қылып алғандарыңыз дұрыс. Мен осының барлығын істеп болғанша 1 сағаттан артық, 1,5 сағаттай уақыт кетті. Клиенттің шашын тексеріп отырдым. Арт жағы ерте ағарып қалды. Оны 1 рет жуып алып тастадым. Жуып алып, сүлгіге орап қойдым. Кейін жоғары жағы ашылғаннан кейін барлығын бірге жуып алдым. Сосын красканы дайындадым. Сіздер де осылай жасап, көбірек табыс табуға болады. Клиенттің қалауы бойынша пепельный
оттенок шығаруымыз керек. Сол үшін осветлениені аппақ қылып шығарамыз. Астынан майда балапан шаштар шығады. Фенмен осылай түсіреміз. Супраны жаққан кезде тез жағамыз және жоғары қарай щетканы көтеріп жағамыз. Ал қалған жақтарын тезірек жағуға әрекет жасаймыз. Қара шашқа 2 рет, ал төмен жағындағы сары жағына 1 рет жағамыз. Фенмен түсіріп жатқан кезде шаштары феннің жылулығын орташа қыламыз. Қатты ыстық болмасын, клиенттің басына зиян.
сложное окрашиванияға милирование, шатуш, балаяж, айртач, амбре, осылардың барлығы сложное окрашиванияға жатады. Бұлардың ішіндегі ең қиындауы осы айртач, одан кейін балаяж. Балаяжда да өзі рет-ретіменен шығару керек. Өзінің техникасы бар, қалай жасайтын. Бұның көбінесе адамдардың ұнататыны осы айртач. Айртачты істеген кезде осылай техникасын бұзбай істеу керек. Және шаш өте әдемі шығады, әдемі көрінеді. Көп колористер жасаған кезде осы айртачты істеуге қиынсынады. Негізінде бұны ерінбей істесек, көп клиент жинап аласыздар. Әдемі шығады, және бағасы да басқаларына қарағанда қымбаттау болады. Артқы екі жағында осылай бітірдік. Енді жоғар жағын істейміз. Барлық жерін осы бір айртач техникасыменен жасаймыз. Енді алдыңғы шаштарына келген кезде
соңғы шашын артқа қарай істейміз да, ал кекілін басқаша етіп істейміз. Кекілін жасаған кезде 3 бөлікке бөліп алдым. Шатуш техникасымен істедік. Себебі кекілі өте қысқа. Шатуш техникасымен түбінен бастап істедік. Кекілі қысқа болғандықтан 3-ке бөліп алдым. Шатуш техникасымен істедім кекілін.
Енді екі жанын істейміз. Ең астынан бастаймыз. Астынан бір қатар түсіріп алып, шашты фенмен түсіреміз. Фенмен жүргізген кезде майда балапан шаштар түседі. Ол шаштарды қолымызбен ұстап тұрып, фольганы қойып аламыз. Сол фольганы қойған жерден бастап, супраны жағамыз. Шаштың ұшында осветленный жері бар, сол үшін ол жерге красканы, супраны аз жағамыз. Қатты күйіп кетпес үшін оның бас жағын қайырып, одан кейін барып жоғары жағын жабамыз. Келесі қатарда да солай жасаймыз. Келесі қатарды да бөліп алып, фенменен шашты түсіреміз. Міне шашты 1 сағат ұстадық. Шаштың барлық жері бірдей ағарып шыққан. Біз енді шаштың түбін бояп жатырмыз. 6-0 және 6-1 деген краска екеуінен 15-15 граммнан 30 грамм қостық. Оған 6% оксидант қостық. Шаштың төбесін 2-ге бөліп алдық. Ортадан бастап түбіне 1 сантиметр қоңыр красканы жағып жатырмыз. Бұның арасына кішкентай краска өтіп кетпес үшін фольганы қойып жатырмыз. Міне осылай бояп алдық. Түптерін арт жағында солай боядық. Енді тонировка краскамызды жағып жатырмыз. Бұл жерде мен 901, 90 және 92 деген краскаларды пайдаландым. 901-ді 30 грамм, 90-ден 20 грамм, 92-ден 20 грамм және синий корректордан 1 грамм, 0,6 қызыл корректордан 0,5 грамм, 0,5 грамм қостым. Оксидант 1-ге 2 формуламенен қосылды. Оксидант 1,5%-дан 140 грамм қостық. Міне осылай тонировкамызды жағып жатырмыз. Қолымызбенен осылай 2 саусақтың арасында эмульгировать етіп жағамыз. Красканың бәрін жағып болғаннан кейін 20 минут күтеміз. Сосын мойкаға апарып,
шашты шампуньмен бальзаммен жудық. Фенмен жақсылап кептіріп, клиенттің өзінің ұнаған цветін шығардым.